Баршаңызға қайырлы кеш қыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тігіндегі масштаб нөлден бастап тігінде масштабқа шығу жолы туралы айтылатын болады. Кім бүгінгі эфирге қатысып жатыр, шынымен құттықтаймын. Өте құнды ақпараттар айтылады. Потому что маған өмірімде пайдаланып жүрген. Может, сосын сабақтың соңында уақыт қалып жатса, еще мен сіздерге тағы да пайдалы ақпарат беретін боламын, сұрақтарыңызға жауап беру арқылы. Так, ендеше кеттік, бастаймыз. Бүгінгі тақырыпта жалпы не айтамыз? Оны өздеріңіз де примерно білесіздер, потому что сіздерге алдын ала айтып ескертілді, көрсетілді, сол бойынша келіп отырсыздар деген ойдамын. Электронды лекала сызу қалай нөлден үйренуге болады? Электронды лекала курсын қандай мақсатта оқуға болады? Электронды лекала курсының беретін мүмкіндіктері, басқа программадан айырмашылықтары, бірінші неден бастап үйретіледі курста, тігін арқылы табыс табу жолдары, Инстаграмды жүргізу не үшін маңызды, лекаланы қалай сатуға болады, тігіндегі масштаб, лекаланы сатып қалай масштабқа шығуға болады, компьютер мен электронды сызба сызып үйрену курсына продажа ашылады ең соңында. Так, осы тақырыптардың аясында еще басқа да ақпараттар қосылып айтылып отырады. Так, бірінші өзім таныстырып кетейін. Менің есімім Маржан ханым, Сайқызы. Ал? сұрамай жатырмын дейді ғой ханымдар. Да, Қабылдап жібересіз ба? Вроде бәрін қабылдап қойғам. Кім запрос жіберді, бәрін қабылдадым. Замира деген ба? Сол кісі кіре алмай тұр ғой деймін. Но бірақ подключение болып тұр. Ол кісі өзі қосылмай тұр ау. Жазып жіберші, мен сілтеме бердім, сол бойынша просто басса, мен мына жақтан қабылдап отырмын бәрін. Иә, жаздым. Менің есімім Ақмаржан Қуанышбайқызы. Осыны қысқартып Инстаграмда Маржан Қуаныш деп жазып қойғанмын. Компьютер мен электронды лекала сызуды үйретемін. Неше түрлі мастер-класстар сатып, дайын лекаламен сол арқылы ақша табамын. Бұл менің негізгі табыс көзім. Арасында заказдар тігемін. Одан бөлек заказға лекала сызып беремін. Бұл да менің негізгі табыс көзім. Әртүрлі мықты мамандарға мастер-класстар шығарып сатады ол кісілер. Өздері тігінде пайдаланады, заказға тігеді. Сол кісілерге мен дайын лекала сызып беремін. Любой киімнің дизайнын жібереді, сол дизайн бойынша мен лекала заказға сызып, ол да маған ақша келіп тұрған табыс көзі. Жалпы айына 2 миллион табыс табамын. Осы электронды лекала курсының аясында. Так. Электронды лекала курсына қалай келдім? Жалпы негізі бір ойланып жүрдім, сосын барып бастадым. Себебі ойланып жүрген кезде мен білесіздер, басындағы парақшамда қарасаңыздар, ол жерде чисто сызу сол арқылы үйрететін болғанда, электронды лекаладан кейін мүлде оны тоқтатып тастадым да, дайын лекаламен үйрету басталды. Осы кезде менде уже скачок дейміз ғой, рост басталды. Алғашқы бұл балалар сызбасын сызып бастадым. Ең бірінші үйреніп бастаған кезде, ол кезде де қорқынышты болып, бастайын ба, жоқ па, қалай болады деген сияқты ше. Мына қорқыныштармен бастадым. Соны сразу лекаласын шығарып, сатып көрдім. Басқа сызған лекалаларды сразу каждый мен шығарған сайын градациясымен бірге сызып, сатып отырдым. Практикада практиковать етіп, менің лекалам дұрыс шығып жатыр ма, жоқ па, тексеріп отырдым жалпы айтқанда. Тегін сабақта өтіп көрдім осы бойынша. Анау кейбір кезде болады, сен лекалаңды больше адам алған қалайсың, бірақ көбісі жаңағы ол дұрыс келе ма, дұрыс келмей ма деген сияқты сұрап жатады. Вот сондай кісілерге менің лекаламды көрсін деп тегін сабақта беріп көрдім. Алғашқы электронды лекала курсын шығарып, содан табыс тауып бастадым. Жалпы айтқанда бірінші айда, электронды лекала үйренген айда 180 мың теңге табыс тура осы мастер-класс сатудың арқасында болды. Ол алғашқы айда мен қандай лекала шығардым. Қазір сіздерге соны көрсетемін. Қараңыздар, до, после деп айттым, иә. До мына жерде қарасаңыздар, тақтаға, прям астыңғы жағында қарасаңыздар, тақтаға сызып, солай түсіндіріп үйрететін болғам. Мына жердегі көйлекті де полностью матаға пішіп тігу үйретілгем. Офлайн тігу пішу курсын үйретіп жүргем осы кезде. Мынау тоже сол кездегі шәкірттердің жұмысы. Ал мына жерде барлығын
қолмен сызып үйрететін курсым барлық массивкасын қосылып 3.000 теңге деп сондай постоянно жеңілдіктер жасап отырып сататынмын. Мынау после ең алғашқы шығарған лекалам осы мынау қызыл көйлек массивкасы. Бірінші программаны үйреніп, әлі күшті білмеймін, несі бар, несі жоқ программаның ішінде, бірақ балалар сызбасын сызып алғам. Сол бойынша осы көйлектің сызбасын сызып алғам. Сөйттім да массивка шығарып, табыс тауып бастадым. Сол кезде қарасаңыз, мына астың жағында уже сызба сызып басталғанда, сосын осы көйлектің тігілуін үйретемін деген видеодан ары қарай уже мынау кейінгі қаралған просмотрлар, бұндай просмотр жоқ болған ол кезде 6.000, 5.000 сондай просмотр жиналатын. Ең атып кетті деген кезде бір 15-20 мыңға баратын шығар, сондай просмотрлар болып жүрді да мына жерде. Ол кезде мынандай емек істеді, мынау кейінгі қаралымдар, кейін келген адамдар еще қараған. Бір мастер-классқа қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рилс арнаған. Бір мастер-классқа 8 рилс мындай нетіп жасап, сол арқылы продажа жасаған. 8 рилс жасап, еще күнделікті стористі айтатын. Өйткені неге? Мен алғашқы шығарған лекалам, ол мына бірінші видеода матадан қалай жасап жатырмын көрсетем. Өтіп көрсеңіздер болады прям. Екінші мына жерде қалай матадан оны лекаланы қырқып аламыз. Мына жерде тіккені, мына жерде қызымның кигені, тура сол лекаламен мынау екінші басқа көйлек тігіп көргем. Қалай болады көрейін дедім да. Мына жерде үлкен қызыма, мына жерде кішілі қызыма тігіп көргем. Одан да кіші қызыма тігіп көрдім. Мына жерде еще дайын лекаламен осындай көйлектер тігуге болады деп мына жерде градациясымен көрсетіп қойғам. Астында осы жасыл түсінен екінші қызыма көйлек тіктім. В общем, соның барлығын түсіріп бір мастер-классты сатуға жалпы айтқанда 8 видео сабақ арнағанмын. Ал ол кезде примерно біз 100 продажаға дейін жасадық. Бастапқысында точно не помню, 2.000 теңгеден саттым ба, но кейін 3.000 теңгеден сатқаным есімде. Жалпы 331 адамға сатқанбыз. Енді өздеріңіз есептей беріңіздер. 2.000 теңгеден сатсам, примерно 600.000 теңге табыс, 3.000 теңгеден сатсам, 9.000 теңге табыс осы бір мастер-класстан келіп тұрмаған. Және ол бір рет емес, мен оны биылғы жылы декабрьде де, алда келе жатқан декабрьде тағы мастер-классын шығарып сататын болам. Бір рет жасап қоясың, ол постоянно саған табыс әкеліп тұратын болады. Енді мені қанша уақыттан бері қарайсыздар? Мен өзімді енді қысқаша таныстырдым. Мына жерде өздеріңізді таныстырып кетсеңіздер, мені қай уақыттан бері қарайсыздар? Жақында қосылдыңыздар ма? Бұрыннан бері көресіздер ма? Енді тіркелген болуларыңыз мүмкін. Қазір менің анау бір соңғы Сұлтанның түсірген видеосы қатты атып кетіп, содан оқырмандар келіп жатыр ғой. Вот енді қосылдыңыз ба? Таргеттен келдіңіз ба? Или менің лекаларым постоянно алып жүрсіздер ма? Давайте жазыңыздар. Кім қаяқтан келді, көрейік. Давайте, қыздар, жазыңыздар. Бұрыннан қараймын дейді. Ары қарай сосын жалғастырамын. Бір-бірімізбен жақын танысып, бұл жерде мысалы мынандай да, жазбаймын деулеріңізге де болады, жазам деулеріңізге де болады. Потому что жазатын болсаңыздар, өздеріңіз ашыласыздар. Осындай жерден бастап ашыласыздар. Жазылу өзіңізді таныстырып бастап ше. Мен неге өзімді таныстырып жатырмын? Бұл менің больше ашылуыма маған көмектеседі. Сол сияқты сіздер де өздеріңізді солай көрсету, ол сіздердің больше ашылуларыңызға көмектеседі. Жақында қосылдым дейді, 1 жылдан асты, бұрыннан көріп жүрмін. Саламатсыздар ма дейді. Саламатсыздар ма? Өте қуаныштымын, қыздар. Жалпы мені бұрыннан қарайтын қыздар уже менің ол мастер-классын шығарған кезден бастап көріп жүргендер болуы мүмкін да. Сол үшін ғой сұрап жатырмын еще. Бұрыннан көретіндер уже менің осы электронды лекалаға қалай келгенімді білесіздер. Электронды лекала үйреніп табыс тауып жүрген студенттерім бар. Мастер-класс шығарып жүрген студенттерім бар. Заказға сызатын студенттерім бар. Өздері электронды лекал сызуды үйретіп бастағанда студенттерім бар. Енді осы студенттерімді мен арасында көрсетіп отырамын. Дәлел ретінде да сіздерге. Міне мынау мынандай жасады, мынау мынандай жасады деген сияқты. Целом жалпы қалай болатынын көресіздер. Бүгінгі сабақта кімдер қатысып отыр? Давайте жазып кетіңіздер. Қиын болмаса 1, 2, 3 мен деген сияқты да. Или болмаса 4, 5 ол менікі деген сияқты солай жазып кетсеңіздер болады. Мүлдем киім тіге алмаймын.
піше алмаймын, піше аламын, мүлдем пішіп білмеймін, офлайн тігуді үйретемін, инстаграм жүргізе аламын, немесе жүргізе алмаймын, мастер-класс сатумен айналысамын. Осының қайсысы сізге жатады? Немесе басқа болса, өз вариантыңызды тоже жазып кетіңіз. МКлар көптен бері алып жүрмін дейді. Өте жақсы. Жақында қосылдым дейді. Өте жақсы. Бір дейді, кейін тіге аламын. Өте жақсы. Давайте жазыңыздар барлықтарыңыз. Бір дейді. Тағы кім қайсысына жатады? Үш дейді. Піше аламын дейді. Өте жақсы. Қандай қыздар отыр? Мүлдем білмейтін кісілер ма, или білетін кісілер ма? Мен мына жерде көріп отырайын сіздерді. И сосын сол кісілердің сұрақтары бойынша тоже жауап беріп отырамын. Мен мына жерде қазір слайдтар жасап отқан кезде арасында сізге сұрақ келіп қалады ғой, мынау қалай деген сияқты. Сондай сұрақтарыңызды обязательно жазып отырыңыздар. Мен сабақтың арасында немесе сабақтың соңында сұрақтарыңызға жауап беремін. Киімге енді көшіп жатырмын сіздің арқаңызда дейді. Күшті. Мен енді тігіп үйреніп жүрмін дейді. Өте жақсы. Енді үйреніп жүрген кісілер де бар екен, піше алатындар да бар екен, киім тіге алатындар да бар екен, піше алмайтын кісілер де бар екен, иә. Давайте барлық мына жердегі типтегі мен жазған кісілердің барлығы отыр екен. Давайте барлықтарыңызға пайдалы болатын эфир өтейік. Көбісі электронды лекаларын үйренгісі келеді, бірақ компьютер сызу қиын деп ойлайды. Осы сұрақтар мына жердегі жазған болса, я мен де солай ойлаймын, қиын деп ойлаймын, уақытым жоқ деп ойлаймын деп жазып кетсеңіздер. Екінші адамдар бар, уақытым жоқ, одан да қолмен сызған оңай деп айтады. Қандай пайдасы бар екенін білмейді осы электронды лекада. Мен үйренгім келеді, бірақ қандай пайдасы бар екенін білмеймін десеңіздер, оны да жазып кетіңіздер. Компьютерім жоқ деп сылтау айтатын кісілер де болады. Бірақ кейбір кісілерде действительно жаңағы жағдайына қарай компьютер ала алмай отыратын кісілер болады. Оны мойындаймын. Мен осында уже электронды лекала үйретіп жүрген 1 жылдан асты ма, осы уақыттың аралығында менде мүлдем компьютерім жоқ, даже білмеймін, шұқылай алмаймын деген қаншама адамды кездестірдім да. Компьютерім жоқ шынымен дейді. Я вот айтып жатырмын ғой, шынымен сондай компьютері жоқ деген сондай кісілер де болады. Компьютер сызу қиын деп ойлаймын дейді. Енді осыған сіздерге жауап айтайын. Үйренгім келеді электронды лекала. Қалаған модельді жасауға бола ма дейді. Я, қалаған модельді жасауға болады. Қандай модельдер жасадық, сабақта қандай модельдеулер үйретіледі, қазір сабақтың соңында айтатын боламын. Енді осы жерде компьютер жоқ деген кісілерге жауап айтайыншы. Действительно сіздің жағдайыңыз жоқ болса, одан басқа табыс табу варианттарын қарастырыңыз. Ал егер кішкентай мысалға ломбардтан болсын алуға 70 000 теңге солай алуға болады да. Мен өзімнің пайдаланып жүрген компьютерім, кстати, үйренгім келіп 70 000 теңгеге сатып алғам. Сол үшін айтып жатырмын 70 000 теңге деп. Егер сізде сондай ломбардтан болсын алуға ақшаңыз болатын болса, қиналмай алып алып, сылтауратпай ары қарай үйреніп кетсеңіздер болады. Тігемін, модельдеуді енді үйреніп жүрмін дейді. Өте жақсы. Мысалы, Дәмекен ханым ең бірінші маған 2 рет келген сабаққа. Бірінші келген кезінде тоже солай компьютерім жоқ, Маржан ханым, мен не істеймін, өзім жаңағы менің неме келген, пішу тігу курсыма келіп, сол жерде машинка сатып алған ол кісі. Сөйтіп сонымен тігіп үйренген. Одан кейін айтады, үйрене алам ба, бұрын соңды көп размер алып тікпеген, көп адамға тікпегенмін деп тұр да. Сіздің курсыңызды алдым ғой, былтыр көп еңбегі болды дейді, көмегі болды. Менің пішу және тігу курсымды алып, содан біраз киімдер тігіп, заказға тігіп, қалай табыс табуға болатын сол кезде көрген ол кісі. Бірақ март айынан бастап тікпедім, жүкті болған соң дейді. Өзі сондай бізде сабақ басталғаннан кейін, біткеннен кейін, то есть ол кісі көтеріп, ары қарай біраз жұмыс жасай алмай қалған жағдайы бар. Сосын мына сабақта электронды лекаланы шығарған кезде, мен ең алғашқы продажа жасаған кезден бастап мен қатысқым келеді, бірақ менде компьютер жоқ деп сөйтіп жүрді да. Сосын мен айттым, мен осылай компьютер сатып алғам, сізде сатып алсаңыз болады, егер шынымен қатты үйренгіңіз келсе деп айтқан болатын. Сол кезде ол кісі новыйын сатып алды ма, точно есімде жоқ, но компьютер сатып алып, келесі потогында қайтадан жазды, Маржан ханым, мен сізге қатысамын деп. Электронды лекала сызуды қалай нөлден үйренуге болады? Электронды лекала сызуды қалай нөлден үйренуге болады? Баланың бірден жүріп кетпейтін секілді бәр біртіндеп болады. Менің өзімде біртіндеп пошагово былай үйренгем да.
Сол себепті сіздер де солай пошагово үйренесіздер біртіндеп отырып. Сабақта программаны скачать етуден бастап, ішіндегі әр кнопка қандай размер атқарады, соған дейін үйретіледі сабақта. Сабақ жүйемен үйретіледі, мә деп бәрін беріп тастап, потом ары қарай өзің жасай бер, көре бер деген нәрсе жоқ. Куратор бар. Куратор полностью сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп отырады. Бәрін нетіп, қадағалап, бәрін көріп, каждый сұрақтарыңызға жауап беріп отырады. Қалай парақтарға орналастырамыз, ол да көрсетеді. Бұл жерде парақ деп отырғанымыз, біз ана А4 парағына каждыны орналастырып шығамыз ғой, былай парақтар экономно болу үшін. Соның өзін экономно жасау үшін парақтың өзін қалай орналастырамыз, соның барлығы мына жерде үйретіледі. Енді мына жерде Дәметкен ханымды айтайық. Ең бірінші, мына жерде күніне дейін специально қалдырып қойдым, қай күндері жазғанына дейін көріп отырсын деген сияқты да. 2 август 2024 жыл. Қалайсыз Дәметкен ханым, ондарда бос боласыз ба, жолдасын қалай басу керек, звондап түсіндіріп береді сізге. Потому что бұл кісі компьютер мүлде білмейді. И сондай мүлде білмейтін кісілерге біз программаны қалай скачать ету керек, видеомен бірге бір айтып көрсетіп отырамыз. Солай ол кісі скачать етіп алды өзінің несіне, компьютеріне. И сөйтіп скачать етіп алғаннан кейін ары қарай қалай жұмыс жасаймыз, барлығын нөлден бастап үйретіледі. Мына жерде айтып жатыр, рахмет, демалыс күні болса да жауап беріп жатырсыз. Демалыс күні болсын, бізде сондай не жоқ, демалыс жоқ. Өзі реттілік бар, 45 күнге есептеп қойғанбыз. Сол реттілік бойынша каждый сабақ жіберіліп отырады, каждый сұраққа жауап беріліп отырады, чтобы студенттер қалып кетпес үшін барлығынан да. Мынандай ең алғашқы өлшемді енгізуден бастаймыз, себебі өте маңызды. Мынандай кез келген киімді сызбасын сызып, оның градациясын жасау үшін, каждый размерге ол өз деңгейінде үлкейіп отыру үшін осындай өлшемді енгізу маңызды. Оны ешқандай жерден ала алмайсыздар, көре алмайсыздар. Оны мен қанша жылдан бері еңбектеп жинаған еңбегім, балалардікі де, әйелдердікі де, ерлердікі де. Сол еңбектерімді осы жерде берем, соны просто енгізіп қоясыздар да, ары қарай сол бойынша градация жасай бересіздер. Менің лекалаларымды алып жүрген кісілер біледі, қаншалықты ровно келеді менің лекалаларым. Мына жерде астында осындай кішкентай той көз бар, қазір көрсетемін. Онда қалай с нуля бастаймыз, соны көрсетіп жатырмын да. Осылай ең бірінші өлшемді енгізуден бастаймыз. Мына жақта уже Дәметкен ханымның курстан кейінгі результаты. Бұл жерде клиентке өзі лекала сызып, клиенттің размері бойынша, сөйтіп сол клиентке тігіп кигізген алғашқы сабақ бойынша киімі. Клиент келіп киіп қарап, риза болып алып кетті дейді. Барлық размер келе ма, дұрыс келмей ма деген сияқты уайымдап отырды сабақ барысында. Әрине, каждый клиентке сабақта орындап жатқанда біз де уайымдап отырамыз. Қалай шығады екен, менің шәкіртім менің айтқан методикамен дұрыс жасады ма, жоқ па деген сияқты. И ол кісінің клиенті риза болып кеткен кезде, значит, менің беріп жатқан сабақтарым, размерлерім барлығы дұрыс деген шешімге келесің. Сол үшін каждый оқып жатқан оқушылар үшін біз уайымдаймыз. Олар жасап жатқан кезде оларға максимально көмектесеміз. Мына жер түсіп кетсе, мына жерін көтер, мына жерін былай жаса деп айтып отырамыз. Сәлеметсіз бе, сізге көп рахмет. Мен дым білмейтін едім, компьютерден осы сіздің курстың арқасында үйреніп жүрмін деп. Мына жерде уже 25 октябрьде. Мынау бізде осы соңғы айда тағы да модельдеу сабақтарын қостық қой. Сол модельдеу сабақтарының қосылған ішінде үздік студенттердің қатарына енді бізде Дәметкен ханым. И осы жолы жазған отзывы. Осындай білімге жетелеген Маржан ханым мен Әсел ханымға үлкен рахмет. Әсел деген сіздердің алда қаласа курсқа келіп жатсаңыздар, кураторларыңыз болады. Әсел ханымға екеумізге рахметін айтып жатырмын. Алдағы уақытта біздің жетістіктерімізді көріп мақтанатындай дәрежеге жетіңіздер. Өте көп ақпаратты аямай берді Маржан ханым. Алла разы болсын, жетер жетістігіңіз көп болып, отбасыңызбен үлгі болып, биік белестерден көрініңіз дейді. Осындай тілек жазу сіздерге де нәсіп етілсін деп тілеймін. Осылай басында көп тұрсыздар ғой, нөлден былай бастап келіп, ары қарай қандай нәтижемен шықты. Уже клиентке өзі спокойно жасай алады да. Так, мына жерде специально сол Дәметкен ханымның скринімен жібердім да. Өзіміздің қойып қойсам болады ғой, эстетичный, әдемі деген сияқты да. Олай істеген жоқпын. Ол кісі бізге қалай отчет береді, студенттер қалай бізге отчет береді. Осылай база ең бірінші мынандай торкөз сызып үйренемін. Бұл балаларда да, әйелдерде де, ерлерде де осындай торкөзбен бастаймыз. Бұл оңай, ешқандай выточка, ештеңе жоқ мына жерде. Оңай сызыла салады. И соны қалай сызылады, бізге мына жерде қыздар осылай отчет жібереді. Каждый сабақта. Сосын оны тексеріп, дұрыс емес екенін айтып отырамыз. Одан кейін мынандай
артқы бөлікті полностью сызып отчет жібереді, оны да тексереміз. Одан кейін мына жақта алдыңғы бөлік бар. Алдыңғы бөлікті де полностью қалай сызады бізге отчет жібереді. Сол отчет бойынша біз уже қадағалаймыз, тексереміз, дұрыс емес жерлерін айтамыз, қайтадан солай дұрыстайды. Және тағы бір нәрсе, осы сызбаны сызғаннан кейін міндетті түрде біз шәкірттерге айтамыз, киім тігіп көріңіз. Балаңызға, бізде 50-ден асып кеткен кісілер де оқыған, ондай үлкен кісілер болса айтамыз, немерелеріңізге тігіп көріңіздер. Жалпы лекаланың қалай шығатынын тексеріп көру керек. Потому что өзің сызып атқан лекаланы, өзің қалай шығатынын тексеріп көрмей, сен оны сата алмайсың. Градациясын жасап бәрін дайындап қой, бірақ сен ұсынайын деп жатқан кезде сенің өзің лекалаң дұрыс шығып жатыр ма, жоқ па, көрмегеннен кейін ешқандай сен оны басқа адамға сата алмайсың. Менде осындай лекала сызам, күшті шықты деп те айта алмайсың, өйткені сен оны тексерген жоқсың. Сол себепті каждый сызбаны сызғаннан кейін біз тексеруге қыздарға айтып отырамыз. Міндетті түрде тігіп қарап көріңіздер. Мынау сызып жатқан лекалаңыз қаншалықты дұрыс екенін көріңіз. Уже тігіп, лекала дұрыс шыққанына көз жеткізгеннен кейін ары қарай жұмыс жасауға қыздарда желание ашылады. И сосын ары қарай жұмысымызды дальше жалғастырамыз. Так. Электронды лекала курсын қандай мақсатта оқуға болады? Жалпы мен оқығым келеді, бірақ білмеймін не үшін екенін деген сияқты қыздарда сондай сұрақ болады. Мен айтар едім, егер сіз электронды лекаланы оқитын болсаңыз, осындай мақсаттарда оқыңыз. Заказға лекала сызып, жеңіл ақша табу үшін. Неге жеңіл деп айтамын? Пример келтірейін. Менің тігіншім бар. Ол кісі осындай соңғы біз не тіктік, перед последний заказда ғой, қазақша киім тіктік, тастармен бірге, и оны 30 000 теңгеге тіктік. Ол соған 4 күн уақытын жұмсап, тастармен бірге жұмыс жасады. 10 000 теңге матаға расход кетті, 10 000 теңге өзінің тіккеніне алды, 10 000 теңге маған қалды. Ал енді 30 000 теңгені мен бір осындай балалардың жилеткасын, жаңа әшейін тұр ғой база, содан жилетканы модельдедім да, бір кісіге заказға сыздым. Бірінші күні сызып, ол кісінің тексеріп беруіне жібердім. Ол кісі тексеріп берді. Екінші күні градациясын жасап сызып бердім. Градациясына бір 3-4 сағат уақытым кетті да. Есептеңіз, анада 4 күн кетті. Полный отырып істеді. Ал мен 2 күн уақытында кішкентай бір 2 сағат, 3 сағат деген сияқты уақытымды бөліп 30 000 теңге таптым. Қайсысы күшті? Жазыңыздаршы комментарийға. Қайсысы жақсы? Заказға сызған жақсы ма, жоқ әлде тігіп табыс тапқан жақсы ма? Жеңіл деп айтып жатқаным осы, жеңіл ақша табу деген. Басқалай ойлап қалмаңыздар. Заказға лекала сызу осы жағынан тиімді да, уақытты экономдайсың, көзіңді ауыртпайсың. Кафеге барып отырғың келсе, кафеге барып, кофеңді ішіп отырып сыза бересің. Бұрын мен басқа тігіншілерге, тігінші болғанда Инстаграмда жүрген кісілерге қызығатынмын. Олар қалай өзінің телефонын алып, ноутбугын алып, барып кофейняда отырып жұмыс жасайды, кофесін, пирожныйын жеп деген сияқты. Мен де қашан жетер екенмін деген ой болатын да. Осы электронды лекаланы үйренгеннің арқасында сол деңгейге жеттім. Мысалға, үйде бала шағам шулап, сыза алмайтындай сондай жағдай болатын болса, міне кофейняға барамын да, отырып 2-3 сағатымды арнап градация сыза саламын. Ол мен тек қана заказға емес, мастер-класстың сызбаларын сызғанда да солай жасаймын. Лекалалар мен мастер-класстар шығару үшін, лекалалар мен мастер-класстар шығару үшін бұны міндетті дер едім. Өйткені лекалалар мен мастер-класс шығару, мен сол арқылы масштабқа жетіп отырмын да, сол арқылы айына 2 миллион тауып отырмын. Сол себепті именно осыған цел қойыңыздар деп айтар едім. Бұл бірден бір күшті табыс әкелетін нәрсе. Қазір оны түсіндіремін. Цехта конструктор болып орналасуға болады. Егер сенде компьютерің жоқ болатын болса, біреудің компьютерін алып, үйреніп алып, уақытша сосын кез келген цехқа конструктор болып орналасуға болады. Бір емес, бірнеше цехтың конструкторы болуға болады еще. Ондай да мен кісілерді білем. Бір емес, бірнеше цехта, 3 цехта конструктор болып жұмыс жасайды. Дизайнын сызып береді, көріп, бірінші пробныйдан өткізеді. Барлығында бірінші пробныйдан өткізеді. Пробный тексереді, дұрыс шықма жоқ па, өйткені жаған сен лекалада кішкентай сызып қоюың мүмкін, ол кигенде ұнамай қалуы мүмкін да, оны қайттан 1 сантиметр үлкейтпесе, сен каждый размерде оны пішіп жатқан кезде қосып отпайсың ғой. Сол үшін біріншісінде тексеріп алады, одан кейін ары қарай градациясын жасайды да бере салады. Екіншісіне де дәл солай, үшіншісіне де дәл солай, бірнеше
солай цехтарға бір мезгілде конструктор болып орналасуға болады. Конструкторлар кемі 300 мыңнан жоғары қарай алады ғой. 300 мыңнан жоғары қарай айлыққа солай отыруға болады. Міне осындай мақсаттарда нетсеңіздер болады. Электронды лекаланы үйренсеңіздер болады. Электронды лекала курсының беретін мүмкіндіктері. Сразу өзің қалағандай ақшаны лекаламен мастер-класс шығарып табуға болады. Мастер-класс деп айтып жатырмын ғой. Мастер-класс шығару арқылы сен өзің қалағандай ақшаны табуға болады. Мен алғашқы айдың өзінде 100 мың теңге тапқанмын, 180 мың тапқанмын, иә. Тура сондай сіз де алғашқы айдың өзінде таба аласыз, егер мастер-класс шығарсаңыз. Қазір айтамын, қанша уақытта үйренуге болады. Тігіннің масштабына лекалалар шығарып, оңай әрі тез жетуге болады. Сен неше түрлі мастер-класс, ойлаңызшы, бір аптада бір мастер-класс шығарсаң, 4 аптада 4 мастер-класс шығарасың. Бір мастер-класстың өзінен 100 мың теңге таптың дейікші, мақұл 100 мың теңгеден сат, мақұл 2 мың теңгеден сат, өз қалауыңда. 4 аптада 1000 теңгеден сатқанның өзінде 100 адамға сататын болсаң, 400 мың теңге қалтаңда болады. 4 лекала шығаратын болсаң да, мастер-классымен бірге. Ал егер сен басқа біреуге заказға сызатын болсаң, 4 мастер-класс 30 мың теңгеден сыздың дейікші, 120 мың теңге қалтаңда болады. Қайсысынан көп ақша табасың? Әрине мастер-класстан. Ал егер побольше сатсаң, сен оны ары қарай сата бересің. Ал заказға сызған кезде сен бір адамға сызасың да, оны екінші адамға өзгертіп сатасың. Өзгертпей оны сол күйінде сата алмайсың. Өйткені оның именной значоктарын енгізесің. Маржан Қуаныш деген сияқты да, Әсел Сұлтан деген сияқты астында жазулармен болады. Так, ең алдымен еңбектену қажет, яғни лекала сызу қажет. Бұның барлығына жетуге болады, бірақ бірінші электронды лекаланы үйрену қажет. Так, мастер-класс деп айттық, иә? Енді мына жерде сіздер ақшасын есептеңіздер. Мен қанша ақша тауып жатырмын. Бізде мынау басқа сабағы 318 адамға сатылған 2000 теңгеден. Бастапқы 100-ді өзіміздің аудиторияға бір 3 күннің ішінде сатылды. 100-ді 2000 теңгеге көбейтіңіз, қанша ақша болады? 2000 теңгеден. Есептеп мына жаққа жазыңыздар. Ал 300 адамға біз таргетке қосу арқылы саттық. Таргетке қосу арқылы 300 адамға сатқанда жалпы саны 600 мың теңге осы бір басқа сабақ әкеліп тұр. Ойлаңызшы, осының ішінде 2 түрі бар. Осындай оңай ғана. На самом деле бұны шығарып мен ойладым, кім алады мынаны деген сияқты да. Біз ол продажаға шығарған кезде кетті. Кәдімгідей. Сосын мынау Купра көйлегі осы 20 март күні міне продажаға шығарылған. Содан бері қарай сатылғаны 262, 3000 теңгеден сатылды. Өзіңіз есептеңіз. Батыр костюмы алғашында бізде 2000 теңгеден продажаға шықты. Кейін 100 адамнан кейін ол бізде 3000 теңгеден продажаға шықты. 454 адамға сатылған. Есептеңіз. Қанша ақша табыс тауып отырмын бір мастер-класстан. Мынау әшейін шорты футболканы кім алады дейсің деп, просто Астанаға Балнұр ханымға барып келдім ғой, білесіздер, иә? Сол шорты футболканың бетіне біз неше түрлі суреттер саламыз деп, соған шорты футболка тігу керек болды. Сол кезде Фонтанна дейма, просто шембейтіп шығара салған мастер-класс бізге 154 не әкеліп тұр, продажа әкеліп тұр. Бұны 2000 теңгеден сатып жатырмыз. 300 мың теңге шорты футболка мастер-классының өзі әкеліп тұр. Мына жерде балалар жадағайы 343 адамға сатылған. Ал енді есептей беріңіздер. Үйренгім келеді, электронды лекала қалаған модель жасауға да айттым, иә. Тігемін модельдерді үйреніп жүрмін. Электронды лекала курсында белгілі дайын база ғана сызамыз ба, өзімізге ұнайтын фасонды сызуды үйретесіз ба? Өздеріңізге қалаған фасонды сызып үйренесіздер бұл жерде. База обязательно. Модельдеу тарифін алсаңыз, бұл жерде өзіңіз қалаған дизайн сызып үйренесіз. Так, неше бұйым сызамыз электронды лекала сызғанда? МК деген ол тігіп видео түсіру керек па? Иә. Мысалы, тігіп видео түсіргіңіз келмесе, түсіндірейін. Мысалы, мынау Купра көйлегі дейік, мен қалай ұтамын басқа лекала шығаратын кісілерден. Басқа лекала шығаратын кісілерден мен сол видео сабағын қосып беру арқылы маған побольше адамдар келеді. Өйткені новичоктарды алады, тігіп жүрген кісілер де алады. Тігіп жүрген кісілерге видео сабақ керек емес, тек лекала болса болды. Ал новичоктар
олар сіздің тігіп отырған видеоңызға қарап еще тігіп алады. Егер видео түсіргіңіз келмейтін болса, онда қалай тігілу керек фотосын қосып қоюға болады. Осы жеңмен осы жерді қосасын деп фотоға түсініктеме жазып, солай істесеңіз де болады. Орыстар негізі көбіне видео сабақ түсірмейді, солай түсініктеме қосып жазып қояды. Солай істеуге де болады. Ал біз сабақта осы лекаланы нөлден бастап мына жерде тұр ғой, басқа сабағына қош келдіңіз деп астында жазып тұр ғой. Сондай тексттен бастап соңғы сөзі андай толық мына жақта сабақ лекалалар бітті деп астында тұр ғой. Соған дейін не айтылу керек, не салыну керек, Инстаграмда сату кезінде қандай продажа, қандай тексттер айтылу керек, барлығы Инстаграм жүргізу деген модульде қарастырылады. Сол жерде көрсетіледі. Так, қандай мастер-класстар актуальны? Енді сіздер мастер-класс шығарып күшті ақша табуға болатынын көрдіңіздер, иә? Енді қандай мастер-класстар актуальны? Мектеп формасы бізде келе жатыр. Мектеп формасы барлық ата-ана балаларының әдемі киінгенін қалайды, необычный, ерекше киінгенін қалайды. Неше түрлі мастер-класстар шығады осы мектеп формасының қарсаңында. Уже келесі айдан бастап біз сол мектеп формасына кірісеміз. Менің өзім той көйлектері бар, қазақша киімдер бар, одан бөлек күнделікті киімдер, ойыншық сумкаға дейін мастер-класс шығаруға болады. Оның барлығы актуальный, қыздар. Оның барлығы мастер-класс шығарсаңыздар өтпей қалмайды. Екі бірдей адам шығарса да, екеуінің аудиториясы екі түрлі. Әркімді Алла өзінің несібесімен жаратып қойғанда, тура менікі сияқты мастер-класс шығарып жатқандар бар. Бірақ олардың продажасы басқаша, менікі басқаша. Ал менің ұтатын жерім ол видео сабақ қосып беру арқылы. Мектеп формасы мына жерде осы жерде отырған қыздар уже түсініп алыңыздар. Мастер-классты ертең сразу келіп мектеп формасынан бастап кетсеңіздер болады. Детский бастаймыз сабақта. Детскийді уже бір-ақ аптада үйреніп шығасыздар, ары қарай уже мектептің формасына, рубашкасына, там шалбарына, юбкасына деген сияқты көшіп кетуге болады да. Лекалаларын шығарып, видео сабағын түсіріп, немесе жаңа текст түрінде жазып, и сөйтіп продажаны бастап кетуге болады. Бұл киімдер сосын айтайын бітпейді. Жаңа жылда жаңа модель шығып отырады. Мысалы, мен ойлайтын ең бірінші барлық киімдерге биыл лекалсыз келесі жылы мен уақытым бос болып қалады ғой деген сияқты. Жоқ, олай емес екен. И еще қараңыздар, жылда жаңа мода ауысып отырады, жаңа модаға байланысты киім шығарып отырасың. Мысалыға, мантияны шығардық қой біз. Мантия жылда қайталанады. Сен биыл шығардың, продажа жасап алдың, келесі жылы көктемде оны қайттан сата аласың. Былтыр біз күзде шығарған жилеткаларды биыл күзде тағы сатамыз, еще плюс жаңа модель шығарамыз. Вот көрдіңіз бе, осылай лекалалар қосылып, бір-біріне қосылып кете береді. Шексіз кете береді. Киім пішуді білмеймін, бірақ дұрыс электронды лекала сызғанды қалай тексеремін дейді. Біз тексеріп береміз ғой сізге. И еще екінші өзіңіз тексересіз, оны тігу арқылы. Электронды лекалада ол дұрыс сияқты көріне береді сызбада, даже сіз емес, менің өзіме де иногда солай дұрыс сияқты көрінеді. Бірақ оның 1 сантиметр қосқанда әдемі болатын, либо оның 1 сантиметрін алып тастағанда, мынау жең осылай тұрғанда, либо көтерген кезде әдемі тұратын, оны тігіп көргенде ғана тексереміз. Менің өзім лекала шығарған кезде бірінші тексеремін. Лекаланы шығара салып, мә алыңдар деп бәріне бере салмаймын, бірінші тігіп, тексеріп көріп, дұрыс болғаннан кейін барып сатамын. Дұрыс емес жері болатын болса, например, жилетка жасадым, қолтық ойынсын 2 сантиметр ойу керек болып қалды. Соны ойып, содан кейін барып градациясын жасап сатамыз. Сіз де сабаққа келген кезде тура солай бірінші тексеріп көресіз, одан кейін барып сатасыз. Я, мен суреттерін салып МК-ны жасағым келеді, қатысқым келеді дейді. Курста күтеміз, Құдай қаласа. Ары қарай жалғастырайық. Қазір үйрену кеш пе деген сұрақ келеді. Өйткені қарап жатса, Инстаграмда электронды лекала мен үйретемін деген кісілер бар. Мен лекала сызамын деген кісілер бар. Солардың бәрін көріп отырады адамдар. Мен қазір үйренсем, уже кеш қалып кеткен сияқтымын деп ойлайды. На самом деле ондай емес. Бұл сала ешқашан өшпейді. Енді тек қана дамиды. Жаңадан уже не дейді, биыл бұл күшті тренд болды ма, келесі жылы электронды лекаланың басқаша варианттары трендте болады. Басқаша вариант деген новый дизайндармен шығады да, короче айтқанда. iPhone мысалға, iPhone 15 қалай? Келесі жыл 16 шығады, биыл мысалға 17 шығады, иә? Тура сол сияқты программада каждый жыл сайын негізі солай жаңарып отырады. Жаңарған сайын ішіне неше түрлі техникалар қосылады. Мысалы, былтыры уже программаның ішінде тех модель сызу жоқ еді, биыл тех модель сызу бар. Техникалық сызбасын. Қазір оны көрсетемін. Тіпті цехтарда жылдамдыққа сызатын қыздар іздейді. Даже Дана
ұмытып қалдым, Дана бірдеңе деген кісі бар, танымал. Сол кісінің өзі маған срочно лекала сызып беретін, жылдам сызып беретін, осындай компьютерде лекалар немен градациямен сызып беретін қыздар іздеймін деп жазғанда, бір емес ондай кісілер, бірнеше осындай кісілерді ұстап отырады, потому что біреу екінші цехта бос болмай қалса, анауысы сыза береді, мынауысы басқа дизайн, анауысы басқа дизайн деген сияқты. Каждый олар дизайнды жаңартып отқан сайын оларда продажа күшті болады. Ал бізде электронды лекалада каждый жаңа мастер-класс шығарған сайын продажа күшті болады. Қазір электронды лекала трендте. Қазақтардың арасында именно электронды лекала сызу трендте. Лекала сызатын қыздар актуальны қазір қарасаңыздар, иә, барлығы электронды лекала сызатын қыздарға қызығып қарайды. Маған лекала сызып берші деген сияқты сұрайды. Тігіншілер пішіп уақытын кетіргісі келмейді қазір. Дайын лекаламен жұмыс жасағылары келеді. Дайын лекаланы алады, уақытын құртпайды, пішекті тарсылдатып бергенді жақсы көреді. Мен өзім мектепке солай заказ сызған кезде біз полный бастауышқа тіктік қой, 1-ші класстан 4-ші классқа дейін. Полный өзімнің электронды лекаламды пайдаландым. Бұрын орыстардан алатын, қазір қазақтардан алады. Электронды лекаланы қазір қазақтардан алады қыздар. Неге? Себебі өзіміздің лекалалар күшті сатылады. Еще қазір бізде Қазақстанда қандай модель трендте болады? Электронды лекала білетін қыздар сразу соның лекаласын шығарып тастайды. И сосын қазақтардан күшті продажа кетеді. И сосын біздің дене бітіміміз орыстардың дене бітіміне келмейді. Орыстардан лекала алған күннің өзінде оның қолтық ойынысын ояды, там иығында нетеді, кішірейтеді деген сияқты өзгерістер енгізеді. Себебі біздің қазақтардың дене бітімі мен орыстардың дене бітімі бірдей емес. Біз қазақтар лекала шығарып жатқан кезде осындай дене бітімге қараймыз. Басқаларын білмеймін, лично өзім соған мән беремін. И лекалаларды ең алғаш шығарған кезде мен каждый мындай тігіп шығарады ғой қыздар, соның жекесіне шығып, мына жер қай жер дұрыс емес, қай жер дұрыс шықты, қалай ұнады ма сізге, жоқ па деп бәрін сұрап алатынмын. И ол кісілердің жауап бергеніне еще плюс бір лекала тегін беретін. Солай өзімнің лекалаларым қай жері дұрыс емес, барлығын қазақтарға келетіндей етіп жасап, жаңа қосымшаларды соған сәйкес орнатып қойғанмын. Трендтегі киімдердің лекаласын шығарып бастады қыздар. Бізде мынандайда, жаңа айтып жатқан сол, бір тренд шықты ма, сразу алады да, мен жасап тастаймын, тағы бір кісі жасап тастайды, мен басқашалау қылып жасаймын, анау басқашалау қылып жасайды. Кімге қай лекала ұнайды, адамдар уже соған қарай кете береді. Так, мен қатысам мынау, бірақ кішкентай балаларым бар, қалаған уақытта хабарласып көмек сұрап отыратын болсам жақсы болар еді. Я, қалаған уақытта хабарласып сұрай аласыздар, бірақ бізде уақыт белгілеп қойғанбыз, таңғы 10-нан бастап кешкі 10-ға дейін любой сұрақтарыңызға жауап береміз. Түнде енді біздің де бала шағамыз бар, менің де 3 қызым бар, кішкентайым 2-ден асқан, сонымен бірге жүріп жұмыс жасаймын. Сол себепті кешке дейін любой уақытта сұрай аласыз. Арнайы эфирлар болады, арнайы эфирларды еще больше сұрай аласыз. Осындай эфирлар болады. Ол кезде прям кері байланыспен сұрап отырасыз. Мына жерде сіз жазып отырсаңыз, ол жерде видеоға қосып өзіңізді шығарып, мына жерін түсінбей жатырмын деп сұрайсыз. Лекала сызуды қанша уақытта үйренуге болады? Қазір соған келіп қалдық. Түнде жасаймын, оқитын нәрсені түнде оқимын дейді. Түнде оқып, түнде жіберіп қойсаңыз болады, біз таңертеңгі уақытта жібереміз. Менің менеджерім вообще ерте тұрады, 7-те тұрса 7-те жауап береді, куратор, то есть 8-де тұрса 8-де жауап беріп тастайды сіздерге, түнде жіберсеңіз. Курста қанша изделие сызып үйренеміз және қанша уақытта? Қазір басқа программадан айырмашылықтары. Менің сызатын программамда кез келген базаны өзің сыза аласың. Именно басқа программаларда базаны береді, дайын база береді, соны ары қарай модельдейсің, тура размерлері келмеуі мүмкін. Өйткені оның қосымшасы барлығы өзіне енгізіліп қойған, сол бойынша ғана жасайсың. Ал біздің программада сіз өзіңіз базаны сызасыз, менің өзімнің беретін методикам бар, сонымен сызасыз. Өзіңіздің балаларға сызып жүрген, әйелдерге сызып жүрген методикаңыз болса, сол методикамен де база тұрғызып, қанша қосымша қосқыңыз келеді, қоса аласыз. Мысалға, мұсылман киімдеріне побольше қосымша қосылады, программада оны спокойно қосып, моделін үлкен етіп, кеңейтіп, тіпті жабыспаған киім жасағың келсе, вообще қосымшаны тастап, жабыстырып та жасай аласың. Мұнда кез келген методпен сыза аласың, программаны меңгеру оңай, и кез келген дизайнды сыза аласың. Программаның артықшылығы осы жерде. Еще тех суретті де осы жерде сыза аласыздар.
Қанша уақытта үйреніп, қанша уақытта табыс таба аламын? Бірінші аптада балалар сызбасын сызып үйреніп, алғашқы табыс тауып бастай аласыз. Неге бұлай айтып жатырмын? Себебі алғашқы аптада біз бірінші күні сіз программаны енгізесіз. Программаны қазір төлем жасап қойсаңыздар, сразу біз программаның сілтемесін береміз. Программаны сабаққа дейін енгізіп қоясыздар. Программамен танысу сабағы болады. Сол жерде уже не екенін танысып аласыздар. Ары қарай 27-сіне сабағымыз басталады. Басталған күннен бастап сізге жаңағы артқы бөлік, алдыңғы бөлік барлығы көрсетіледі. Жеңі, балалардың сызбасын сызғаннан кейін соның бірден модельдеу сабағы беріледі. Соны үйренесіз да алғашқы балалардың базовый лекаласын продажа жасап табыс табуыңызға болады. Алғашқы аптада. Бұған еңбектену қажет. Обязательно сіз еңбектенуіңіз қажет. Сызуыңыз қажет. Оның лекаланы тігіп көруіңіз қажет. Сіз кішкене курс барысында барлық фокусты осы жаққа қойсаңыз, 45 күн болады сабағымыз. 45 күннің ішінде полностью үйреніп шығасыз. Себебі бізде 90% практика қыздар. 90%. Неге 90% деп айтып жатырмын? Потому что 10% біз білім береміз. Сіздердің сұрақтарыңызға кері байланыс жасап отырамыз. Қалған жұмыстың бәрін полностью сіз сызып, өзіңіз тексеріп, өзіңіз істеп көресіз. Зато сізде қаншама білім қалады мида. Екінші аптада әйелдер базасын, юбканы сызып үйренеміз. Уже екінші аптада әйелдер базасынан бір көйлек, штапель көйлек деген сияқты тігіп, содан табыс тапсаңыз болады. Екінші аптада уже. И әйелдер базасын сатып табыс тапсаңыз болады. Мысалға, балалар базасын мен 5 мың теңгеден сатамын. Может, араларыңызда сатып алған кісілер бар шығар. Балалар базасын 5 мың теңгеден сатамын. Ол жерде 1 жастан бастап 14 жасқа дейінгі лекала бар. Оны алған кісілер прям қуанып алады, менің лекаламды. Барлық размер тура келеді деп. Сіздер де тура солай өзіңіз бірінші тексеріп көресіз, сосын градациясын жасап, ары қарай сата бересіз. Қалаған суммада. Екінші аптада әйелдердің киімін солай сата аласыз. И юбка жасап, жаңа басқа жилетка, қазақша жилетка деген сияқты любой жилеткаларды шығара аласыз. И неше түрлі киімдер шығара аласыз. Үшінші аптадан бастап шалбар, ерлер киімі өтеді. Осы 3 аптаның ішінде біз полностью база сызбаларын, 1-2 модельдеу сабақтарын полностью аяқтап тастаймыз. 3 апта деген примерно 21 күн. 20 күннің ішінде полностью аяқтап тастаймыз. 20 күннен ары қарай бізде модельдеу сабақтары кетеді. Так. Сатып үйрену үшін электронды лекала сызып білу аз. Қыздар, сіз күшті сатқыңыз келіп тұр да, 1 аптада полностью үйреніп алыңыз, болды мен ары қарай сатамын десеңіз, қорқыныш пайда болады мәрі. Мен бәрін сызып алдым. Енді оны қайқа сатам? Не деп сатам? Қалай сатам? Уже соған сұрақтар кетеді. Уже сіз электронды лекаланы білгіңіз келетін еді, басында оны үйреніп алғаннан кейін сату туралы сұрақтар келеді. Қорқыныш пайда болады. Сол кезде сен уже сату жолдарын білуің қажет. Инстаграмды жүйелі жүргізіп үйренуің қажет. Сол үшін маған негізгі барлық табысым тек блогтан келеді. Байқасаңыздар, например, или лекала сату арқылы келеді. Заказ тіксем де Инстаграмнан келеді. Тіккен затын сататын болсам да Инстаграмға сатам. ДТФ наклейкаларды да Инстаграмда сатып жатырмыз. Мастер-класстарды да Инстаграмда сатам. Таргет жіберсем де тек қана Инстаграмға жіберем. Заказға лекалалар сататын болсам да Инстаграмнан келеді. Осы курсты сатып жатсам да сіздер Инстаграмнан келіп тұрсыздар маған. Вот жалпы айтқанда Инстаграм өте маңызды да жүргізу. Сол үшін біз курста Инстаграм жүргізуді үйретеміз. Кім мен сияқты табыс тапқысы келеді, ақша тапқысы келеді? Айтын, мына жерге мен деп жазып кетіңіздер. Мына жерде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп кетейін мен. Пока. Орыстардың лекаласы наоборот өте күшті және қымбат. Енді әркімге әртүрлі ғой. Мысалы, сізге идеальный болуы мүмкін да. Орыстардың лекаласы. Пожалуйста, орыстардан ала беріңіз. Я, оларда қымбат. Бізде оған қарағанда арзан. Олар бір лекаланың өзін пәленбай ақшаға сатады. Я? Вот орыстардан алам деген кісілер, пожалуйста, орыстардан алады. Бірақ қазір қазақтарда да тренд болып жатыр лекалалар. Поэтому қазақтарға да келіп жатыр. Мен осы мағынада айттым. Әркім әртүрлі формуламен сызама дейді. Мен сіздерге өзімнің методыммен берем. Өзімнің сабақтарда қалай пайдаланамын, қай методиканы сызамын, заказ сызған кезде, үйреткен кезде сол методпен үйретем. Сосын мынандай болады. Барлығы менің методикаммен сызбайды ғой, неше түрлі методпен сызатын тігіншілер бар. Сотшыл әдісімен сызатындар бар, снишіп әдісі бар, көп, короче, методикалар. Сол әркім өзінің методикасымен тоже программада сыза алады деген мағынада ғой. Негізі мен сабақта сол бір программаны үйретем.
Мен тігемін деп шемін деп тек компьютермен жасағым келеді лекаланы деді. Иә, құдай қаласа ол болады, жасай да аласыз. Сіздің де қолыңыздан келеді. Мен қолымнан келген нәрсе бәрінің қолынан келеді негізі. Сіз МК видеоны түсіруді үйретесіз ба? Иә, ол сабақтың ішінде бар үйретіледі. Мен тігуді білемін, бірақ ондай түсіруді сөйлеуде қиналамын. Соны үйретеміз, қалай сөйлеу керек, қалай айту керек, иә, біртіндеп үйренеміз. Мына жерде де айтып жатырмын ғой сіздерге, жазыңыздар. Себебі сіз жазған сайын ашыласыз, сұрағыңызды сұрайсыз. Сабаққа келгенде де тура осылай активно болса адамдар больше алып кетеді. Больше. Потому что мен сабақта белгілі бір сабақты беремін, ал ол да істеп жатқан кезде ода басқаша сұрақтар туындап, сол сұрақтарды қойса, больше алып кетеді да сабақта. Сөйлемей тек тігетінін түсіріп үйретесіз ба дейді. Сөйлемей тек тігетінін тоже үйретуге болады. Қыздар, үйретуге болады. Оны да көрсетемін сабақта. Менің жасым 50-де, компьютер сыза аламын ба дейді. 50-дегі кісілер келген маған, 50-ден асқан кісілер келіп, сабақ оқыған. Мен қызыммен жастың сен деп ше, келіп менен сабақ оқып үйренген. Бұл енді мен үйрене аламын ба деген емес, үйренуге дайынмын дейтін болсаңыз келіңіз. Өйткені сондай кісілер келіп үйреніп жатыр. Сосын кәдімгі өзінің несінде ательесі бар, сол жерде офлайн пішуді үйрететін кісі бар, 50-ден асқан. Ол кісі де келіп онлайн осылай сызуды үйреніп жатыр. Осыны үйреткім келеді офлайн түрде деп. Маған балалар МК қызықты дейді. Градация деген не? Градация деген 42, 44, 46, 48 деп өлшемдер жазылады ғой, каждый киімдерде сондай. 1 жас, 2 жас, 3 жас, 4 жас деп айтады ғой, сол. Ноутбук керек па дейді. Иә, ноутбук міндетті түрде қажет. Версиясы Windows 7-ден жоғары болса болды. Инстаграмды жүргізу үшін сторис пен рилс не үшін салынатын стратегияны түсіну қажет. Мен жаңағы 8-інде әшейін салып тастаған жоқпын. Ол маған продажа әкелетіндей етіп салдым да. Оны әшейін салып тастай салуға болады. Немесе саған продажа әкелетіндей стратегиямен салуға болады. Вот сондай стратегиясы бар. Рилстарды қалай саламыз, соны үйренесіздер. Продажа жасау жолдарын, қалай продажа жасаймыз, сол жолдарды үйренесіздер. Инстаграмды жүйелі жүргізуді білгенде мастер-класс лекаланы жеңіл сатасың. Сен уже қандай рилс салып атқаныңды, одан саған қандай адамдар келетінін біліп тұрасың. Рилста, сториста жасап жатқан кезде де саған қандай адамдар келіп жатыр, оны қандай мақсатта салып жатсың. Сенің охватың түсіп кетсе де, көтеріліп кетсе де, сен оған фокус қоймайсың. Мысалы, мен істеуіме болады да, мен продажа ашсам, охватым өліп қалады, анау 1.200.000-ді ары қарай жалғастыруым керек деп мен лайфқа тастай салуыма болады да, мен олай істеген жоқпын. Потому что қай нәрсені не үшін салып жатқанымды білемін. Сіздер де сондай білген кезде охватқа тәуелді болмайсыздар. Менде 500-ақ оқырман, менде 1000-ақ оқырман демейсіздер. Так, сол үшін мен мысалы сіздерде сондай жүйелі табыс болу үшін осындай 3 түрлі сабақ түсіріп, осы сабақта қостым. Осы айда, май айында қатысқан қыздарға, өйткені алдыңғы қыздардан бізде не жетіспейді, не нәрсені қоссам күшті болар еді деген сияқты сұрақтар арқылы осы 3 видео дайын болды. Күнделікті пассив табыс табу. Мысалға, күнделікті маған 2000 теңге, 3000 теңге, 5000 теңге лекалалардан түсіп отырады. Сондай табысты қалай табамыз, осы жерде көрсетіледі. Тігін саласындағы масштаб. Айтып жатырмын ғой, лекала арқылы масштабқа шығуға болады деп. Соған қалай шығамыз, жүйелі түрде поэтапно айтылған мына жерде. Әр айға жоспар жазу, мастер-класс түсіруге жоспар жазу. Менде осындай арнайы блокнот бар. Сол блокнотта полный не жазғам, қалай мақсат қоямыз, мастер-класс шығару үшін. 1 айда 4 мастер-класс дедім ғой, міне сол блокнот. 1 айда 4 мастер-классты қалай шығарамыз, қай уақытта шығарамыз, қандай продажа жасаймыз, қай күні прогресс болу керек, осы жерде полностью айтылған. Вот осындай күшті 3 түрлі видео сабақ дайындадық. Бұны көрген қыздардың барлығы уже күшті ақпарат қой мынау деп уже айтып жатыр. Қарасаңыздар, міне тұр ғой, уже 11 күн бұрын салынған, 12 күн бұрын салынған деген, мынау соңғы түсіріліп салынған сабақтар, соңғы сабақтар. Тігіннің масштабына шығу үшін Инстаграмның жүріп тұру қажет. Міндетті түрде. Мен мысалы бірнеше күн, менде қанша оқырман бар, уже 35 000-да. Мен рилс самай қойсам, мен ешкім қарамайды. Мен сторис самасам, маған ешкім келмейді. Сол үшін Инстаграмның жүріп отыру қажет. Сізде 500 оқырман болса да, 350 болса да, 35 000 оқырман болса да, жүріп тұру қажет Инстаграм. Постоянно оқырман қосылып отыру керек. Сен мысалға 500 оқырман болып, маған сататын ешкім жоқ туысқандарымнан басқа десең, менде 35 000 оқырман бар да, мен де еще больше хочу. Мен мысалы қазір 400-500 адамға сатып жүрсем,
бір мастер классты. Енді бір мастер классты 1000 адамға сатқым келеді деген бар да. А менде осы масштаб деген нәрсені айтайын. Сіздер жазыңыздаршы, сіздерге қанша мастер класс сатсаңыздар масштаб болатын еді. Давайте мен комментарий ашайын. Қанша мастер класс сатсаңыздар масштаб болатын еді. Масштаб деп нені ойлайсыздар жалпы? Сызған лекала қандай маталарға жарамды болатынын қалай білеміз? Сіз лекаланы сызып жатқан кезде, егер свитшот болатын болса, сіз оны біліп тұрасыз ғой, ол трикотажный матадан тігілу керек екен. И жазып қоясыз. Мына свитшотты осындай трикотаж матадан тігуге болады. 2 нитка, 3 нитка, пулирка маталарынан тігуге болады деп сіз ұсынасыз. Сосын клиенттер соған қарай алады. Егер сіз шифоннан тігілетін бір көйлек жасасаңыз, оны айтасыз. Армани шелктан, итальянский шелктан, жаңағы тағы не? Штапельден тігу керек болатын болса, штапельден тігуге болады. Или жаңағы, ұмытып қалдым ғой. Шифоннан тігу керек болатын болса, шифоннан тігуге болады. Қандай шифоннан тігуге болады? Бұның барлығын сіз ұсынасыз клиентке, басқа адам емес. Мысалға, мен мастер-класс шығарсам, олар менен сұрайды, қандай киімге шығарсақ болады деп. Сол үшін сіз лекаланы шығарып жатқан кезде, так, мына киімді, мына дизайнды уже мынандай киім шығаруға болады деп. Например, біз нені Купра двойкасын шығарған кезде соны жазғанбыз. Джинсы матадан тігуге болады, 2 ниткадан тігуге болады, и Купра матасынан тігуге болады, лен матасынан тігуге болады, даже штапельден тігуге болады. Соны адамдар нормальный качественный маталардан тігіп, леннан тігіп, джинсыдан тігіп, тойларға киіп жүрген кісілер бар. Ал мен леннан, Купра матасынан тіктім да, сол үшін Купра двойка деп қойғанбыз. Купра матасынан тігіп, мен повседневка күнделікті киемін оны. Сол сияқты сіз ұсынасыз. Ноутбук көтере ала ма программаны? Иә, спокойно көтереді. Мен енді аштым. 0-дамын. Әлі парақшамды көріп бересіз ба? Иә, қазір осы туралы күшті ұсыныс айтамын. Сабақтың соңына дейін отырсаңыз көресіз. Айна 10 МК дейді. Өте аз ғой мынау деймін. Әркім үшін масштаб әртүрлі. Мысалы, біреуге 10. Мен ең бірінші бастағанда былай ойлайтын. Тура сол кісі сияқты да. Күніге дейтін, бірақ айына емес. Күніге, өйткені мен мастер-класс сатып көрдім ғой. Күніге 10 мастер-класс сатсам, маған нормально деп айтатын. Сосын күніге сол 10 мастер-класс сатуға жеткен кезде, күніге 20 мастер-класс сатсам дедім. Потом күніге 30 дедім. Сосын барып, біз айына 500-ден 700-ге солай өсіп жатқан кезде, менде ойладым, масштаб деген не өзі, не қалай мен деп. Сол кезде айына 1000 мастер-класс сатсам, маған ол масштаб болды. И мен сол деңгейге жеттім. Айына 1000 мастер-класс сататын деңгейге жеттім қазір. Шүкір Аллаға. Біз енді соны побольше өсіруге жұмыс жасап жатырмыз. Сол үшін маған Инстаграм жүріп отыру керек, постоянно оқырман қосылып отыру керек. Сіздерге қазір мына нормама, ол норманы белгілі бір деңгейде көтеріп отырамыз. Оны қалай көтеріп отырамыз, ол да сабақта айтылады. Сосын мастер-класс шығарып отыру керек, міндетті түрде. Электронды лекаланы сызып білу міндетті. Потому что неге міндетті деп айтам? Мен бұрын сызып үйрететін кезде максимально 50-60 адам келетін менің сабағыма. И сосын мен оның каждыйның сызбасын тексеретінмін, дұрыс шықты ма, жоқ па, мынау деген сияқты да. А қазір дайын лекала беріп қоямын да, просто олардың тіккен кезде тігістен қай жері қате кетті, соны ғана айтып отырам, болды. Дайын лекаланы бере салам. Сосын сызып үйренген көп адам қиналады да, дайын лекала болса тез алады. Сол себепті мен қазір минимально 50-60 адамға сатам. Максимально көрдіңіздер ғой, бір мастер-классты 480-ге дейін сатқанбыз. Даже 500-ден асқаны бар, просто мына жерде скрин жоқ. Соны енді 1000-ға жеткізу менде цель. Ай сайынғы масштабты өсіріп жатырмыз. Оны алдағы уақытта жеткен кезде жетістігімді сол кезде бөлісемін тағы да. Сосын компьютерде сызудан мастер-класс күнде заказ ала аласың. Менде мынандай электронды лекаланы побольше сіз үйренгіңіз келетін болса, курсқа келгеннен кейін сіз балалар сызбасын сызып, модельдеуді үйрендіңіз ба, тапсырма беріліп, осындай балалар киіміне заказ қабылда деп. Сіз Инстаграмға шыққан кезде, олар әйелдерден берсе ше деген сұрақ туындайды да. Бірақ запрос бізден шығу керек та. Мен балалардың кез келген киімін модельдеуге заказ аламын деген. Арнайы сату бойынша челлендж болады сондай. Сол челленджде полный детально түсіндіріп береміз. Мына жерде қараңыздар, заказға сызу деген темада мына кісі маған уже 4 лекала сыздырған, осындай. Маржан, осы лекаланы ертерек шығарып бересің ба дейді. Осы лекалаға заказ берген, мына кісі жазады. Мен айтам, иә, градациясымен осынша теңге деймін. Өзім жүрмін, бір жақта жүрмін, білмеймін, тойда ма,
и ол кісі сразу оплата жасап тастаған ғой. Ал мына кісі постоянно маған заказ беретін кісі, авторский емес, осындай киімнің рекламасын жасайсыз ба дейді. Авторский болатын болса, жаңағы Маржан Қуаныш деп жазып беремін. Сондай болатын болса, ол қымбаттау жүреді. Ал простой кәдімгі мен оны кейін басқа адамдарға сата алатындай болып жасайтын болсам, ол арзандау жүреді. Вот сондай арзандау қылып жасап бересің ба деген мағынада сұрап тұр. Бұрыннан менде сыздырып жүретін сондай тұрақты клиенттер бар. Мына жерде әшейін 2 стойка жаға сызып бересің ба 2 түрлі қылып деп сұраған тоже. Вот осылай күнделікті заказ түсіп тұрады. Күнделікті сіз бір лекаланы сызу арқылы күнде кем дегенде 5.000 теңге, мысалға 3.000 теңге, я 10.000 теңге градациямен сызатын болсаңыз 30-40 мың теңге дейін таба аласыздар. Тек қана осындай лекала заказға сызу арқылы. Енді қараңыздар, тігіндегі масштаб, шаршамай жүріп табыс табу, постоянно ақша түсіп тұру тек лекала сатқан кезде ғана пайда болады. Оны уже түсіндіңіздер деп ойлаймын, иә. Мынау менің Каспиімдегі скриндар. Күнделікті маған осылай ақша түсіп тұрады. Сіздерге мынауға міне 30 мың теңге деген түсіп қапты ғой, как раз сол. 30 мың теңге міне көз аударыңыздар, иә. Бір лекаладан осылай 30 мың теңге заказға түседі. Мына жақта қараңыздар, 2 мың теңгеден мастер-класстар сатылған. Мына жерде 990 теңгеден сатылған, арасында 2 мың теңге де бар. Осылай постоянно ақша түсіп тұрады күнделікті. Оны қалай жасаймыз? Курста үйретеді. Пассивті доход деген кезде. Енді қараңыздар, мына жерде уже көрсетіліп қойған, иә, Әсел куратор деп. Каждый келген кісінің осылай аты жөні жазылып тұрады бізде. Бірінші тапсырманы кім орындады, екінші тапсырманы кім орындады, үшінші күнгі тапсырманы кім орындады. Осылай каждый күнде тапсырма берілген кезде кім орындамады, кім орындады, біз белгілеп отырамыз. Орындамаған кісілердің жекесіне шығып, не проблема, қай жерін түсінбей жатсың деп жекесіне шығып сұрайтын кезіміз болады. Енді әркімде әртүрлі жағдай болады ғой. Кейбіреулер соны біз жекесінен шықпас үшін менде 2 күн осындай тойым бар деп алдын ала ескертіп қояды. Кейбір кісілер болады, маған алдын ала сабақты жіберіңізші, мен орындап қояйын, чтобы қалып кетпес үшін ертең осындай жол жүретін едім деген сияқты тоже алдын ала сұрап алады сабақты. Ондайда да болады. Так, мына жерде уже модельдеу сабағына қатысқан қыздардың тізімі, каждый кім қай тапсырманы орындады, полностью осылай тексеріп отырамыз. Мына уже қыздар нетіп жатыр, жылап жатыр, сабақтың бітуіне 5 күн қалды ма деген сияқты. Бұл сабақ уже бізде бітті, модельдеу сабағы. Қазір сабақтың ішінде қандай темалар бар, бәрін көрсетеміз. Мынау ерлер сызбасы, жең. Мына, мынау ерлер сызбасы, мынау ерлердің жеңі. Модельдеу сабағы дегеніміз жаңа қосылған, жең аузына манжет қалай қосылған, қалтаны қалай түсіреміз. Сондай сабақ, ол легкий модельдеу сабағы, бұл базаның ішінде кіреді. Жаңа айттым ғой сіздерге, иә, әр сызбаны міндетті түрде тексереміз деп. Егер тексермесеңіздер сата алмайсыздар. Мына жерде қара көз ханым май айында қатысушы бізде. Қазір инстаграмға тоже салып қойған, көрсеңіздер болады. Қазір заказ алып сызып жатыр. Сабақтарды үлгеріп жетіп алдыңыздар ма деп күнде куратор осылай сұрап отырады сіздерден. Сосын уже ертеңнен бастап модельдеу сабақтары басталады дейді. Шалбарды мына кісі қара көз ханым өзі тігіп көрген. И киіп осылай қалай шығады бізге жіберген. Осылай киіп өздеріңіз көресіздер әр нәрсені. Сосын уже оған мына жері дұрыс шықты, мына жері былай шықты деп өзіңізге довольны болған кезде спокойно ары қарай сатамыз да. Мына жерде Меруерт деп жазып қойған, өзімнің жеңгем тоже ақша төлеп, өйстіп қатысып жатыр сабаққа. Мынау сол кісінің жіберген сызбалары. Қыздардың жұмыстары деп жазып қойған. Мынауға мына таблица. Осы таблица әйелдер, ерлер, балалардың таблицасы беріледі. Сол бойынша ары қарай градация жасалынады. Күнделікті сабақты осылай тапсырамыз. 13-ші сабақ күн етек және рельефная выточка. 12-ші сабақ жартылай күн юбка сызбасы, баска, градация. Басканы специально бергенбіз, потому что қазақша киімдердің етегінде баска болады ғой. Балалардың жилеткасында, әйелдердің жилеткасында деген сияқты. Сол үшін басканың да қалай сызылу керегін көрсеткенбіз сабақта. Так, мына жақта уже тақияның сызбалары, мына жақта модельдеу сабақтары, рельефті сызбалар. Так, бізде мынандай сату бойынша челлендж болады. Жаңа айттым ғой, иә. Сол кезде сіз уже өзіңіз тігіп, каждый сызбаны тексеріп, сабаққа максимально фокус қойсаңыздар, сабақ 45 күн өтеді өзі. Сол 45 күнге өзіңізге максимально цель қойсаңыз, осындай результаттар болады. Бізде бірінші инстаграм жүргізу челленджі болады. Сол кезде инстаграмды дайындаймыз алдын ала. Осындай сатылымдарға дайындаймыз. Қалай сатамыз, не істейміз. Полностью бізде инстаграмды жүргізетін болғаннан кейін инстаграмды бірінші дайындаймыз. Сосын инстаграмнан кейін осындай сату этапына өтеміз. Сол кезде мына жерде қыздар жазған. Менде азан мен плюс 1 продажа деген, иә. Қалдарыңыз қалай Даметкен ханым мына жерде жіберген, жаңа жібердім осылай дейді. И мына жақта тоже не алып жатыр.
бір 13 общий бұйырса сіздер тамын қаншаға сызып бере аласыз деп мына жақта клиенттің жазған несі. Қалтада салыңызшы деп өздерінің өтініші бойынша жібереді. Біз өйткені клиенттің заказбен сызамыз ғой. Сосын ол кісілер осылай бізге заказбен сызылады. Бірінші бастапқы кезде мен осылай 2000 теңге, 1000 теңге, 3000 теңге осылай арзанға сызыңдар деп айтамын. Себебі опыт жинау үшін. И бір кісі бізде мынандай болған, Оралай деген ханым бар. Сол кісі сабақтары үлкен кісі ғой. Қорыққанда әлек аласыз ғой. Өйткені бірден бастап жатқан сызбаңды сен ары қарай сатуға тексеріп көрмесең қорқасың. Сөйтіп ол кісіге Инстаграм жүргізген, бастаған, қайта сұрақ қоймаған. Сөйтіп қандай модель жіберші деп сұрай салғанда, басында сұрамаған да соның қандай модель екенін. Сөйтіп сұраған. Үшінші күні барып ол кісі оңай модель болғанда өзінің ойындағыдай сөйтіп сызып беремін деген, ақыға сызып берген, ол клиент довольный болып 3 рет ала сыздарған. Вот солай, бірақ клиент сіздерге егер күшті сызсаңыздар, ары қарай тұрақты клиентке айналады. Ал ол клиент сізге тұрақты клиент болу үшін, сіз күшті сызу үшін қалай жұмыс жасаймыз, оны сабақта үйретемін. И осылай күнделікті продажамен бөлісіп отырады. Челленджде бізде сондай жарыс бар, ең көп продажа жасаған қыздарға арнайы сыйлық беріледі. Сол үшін кәдімгі жарыс түрінде өтеді. И мынау бізде тех сызба модельдеу сабақтарында тех сызба деп жатқан осы техникалық сызба 18-19 сабақтар. Юбканың техникалық сызбалары осылай сызамыз, оны қалай бояймыз, оюда сызуға болады мына жерде. И техникалық сызба былтыр болмаған программада, биыл уже қосылған. Техникалық сызбамен уже сіз спокойно неше түрлі киімдердің техникалық сызбаларын осылай сызып, Инстаграмда бір шетіне қойып қойды ғой, фото ретінде. Солай қойып пайдалана аласыздар продажа жасаған кезде. Енді ары қарай сабақты таныстырайын ба? Я деп жазып жіберіңіздер мына жерге. Мен джинсыйды больше люблю дейді. Соңғы кезде махаббатым ашылып жүреді. Иә, мен де биыл негізі джинсы модда ғой, сол үшін ғой. Мен МК шығару деп түсінгенім сату болса айына 50-100 МК дейді. Иә, 50-100 МК күшті. Давай таныстырайық, иә, ары қарай. Мынау курстың жалпы программасы. Ең бірінші база сызбаларда бізде 34 қой деймін, 34 сабақ бар. Ең бірінші кіріспе сабақ, жаңа айттым ғой сіздер, кіріспе сабақ дегенде программаны скачать етесіздер, оплата жасағаннан кейін топқа қосыласыздар, топта сразу сілтеме жібереміз, сол бойынша программаны скачать етесіз. Егер скачать ете алмай жатсаңыз, біз өзіміз видеомен звондап көмектесеміз, және де Дәмеккен ханымға көмектескен секілді. Электронды сызба программасымен танысасыз, сабақ басталмай тұрып уже программаның ішін танысып, анден шылап көріп бастайсыз өзіңіз. Сосын бізде балалар сызбасынан басталады. Сабақ 27-сіне басталады. 27-сінде ең бірінші тейпка деген өзінің программасы. 1-7 жас және 8-15 жас аралығындағы өлшемдерді енгіземіз, жаңағы айтып жатқан. Каждый градацияға өту үшін соның өлшемдері болады, соны енгіземіз. База сызу макет деген, 4 бұрыш сыздық қой, сондай макет сызамыз. Сосын база сызудың екінші алдыңғы жақ, артқы жақ, жең сызбаларын, қалып кеткен өлшемдерді қалай енгіземіз, соны көресіздер. Проба деген, 5-5 деген өлшем бар ғой. Лекалада соны тексеру, соны қалай енгіземіз, оны көресіздер. Тігіске қосымшыл метка жасау, долевой сызық дейді. Лекалада болады ғой, ұзын сызығы, потом жаңағы аты жөніңіз жазылып тұрады, соны қалай жасаймыз, ол да көрсетіледі. Насечка деген иықта ілініп тұрады, жоғары жағында осы жері ортасы деген сияқты. Сондай ілмектерді қалай жасаймыз көрсетіледі. Раскладка деген парақтың бетіне қалай орналастырамыз, сол да көрсетіледі. Водяной знак деген өзіңіздің Инстаграм парақшаңызды енгізіп жазып қоямыз, қалай. Балалар сызбасына градация 1, 2, 3, 4 деп градация жасайсыз. Балалар сызбасын модельдеу, детский кәжекей модельдеу, асимметрия жасау. Жалпы мынау тұрған 17 сабақ, бұл бізде бір аптаның ішінде өтіп тастайтын сабақ. Бір аптада мынаны спокойно өтіп тастайсыздар. Ана жерде ұзақ болып көрініп тұр, потому что каждый детальға фокус қойылған. Каждыйына арнайы сабақ түсірілген. Ал оны біз 2 сабақтан бір қосып солай береміз сабақтың ішінде. И сызу өздеріңізге оңай болады, түсінікті болады. Одан кейін екінші аптада уже әйелдер сызбасы, артқы бойы, алдыңғы бойы, бөксе шығару, выточканы қалай шығарамыз, выточканы өзгерту, градация сондай өтеміз. Юбка сабағы, оверсайз, шалбар, осы уже өтеді. Мына сабақтың барлығы 20 күнде өтіп кетесіздер. Ерлер сызбасы, ерлердің өлшемін енгізу, ерлердің сызбасын сызу, жеңді модельдеу. Қарасаңыздар, каждыйында бір модельдеу сабақтарынан қосылған. Бұл база сызбалары. Негізгі база сызбалары осындай
34 сабақтан тұрады. Мен бір көріп алыңыздар. Потом 25 модельдеу сабағында қандай модельдеу сабақтары бар? Ең бірінші кофта, қарапайым простой кофта. Қалай модельдейміз? Сол көрсетілген. Балалар көйлегін қалай модельдейміз? Көрсетілген. Балалар шапанын модельдеу. Английский жағаны қалай сызамыз? Шапанға қалай қалта сызамыз? Басқа киімдерге қалай қалта сызамыз? Көрсетілген. Кокеткалы көйлек модельдеу. Подростковый жастағы ер балдардың сызбадағы өзгерістер. Білесіздер, подростковый балаларда уже иек шыққан, олардың дене бітімдері уже өзгерген, иә. Сондай өзгерістерді қалай программада енгіземіз, тоже көрсетілген. Круглый валан сызу, мынандай дөңгелек валанды программада қалай сызамыз, сол көрсетілген. Шалбарды модельдеу, екі тігісті жең, жағаға выточканы жіберіп, мына алдыңғы жаққа, мына жаққа деген сияқты өзгертулер осы жерде көрсетіледі. Рельефті көйлек мынандай бүйтіп, рельефный болып алдында ортада түседі көкіректің үстінен. Сол көрсетіледі. Операция инструменті деген сондай инструмент бар, ол тек қана модельдеудің бүкіл инструменттері салынған бір бөлшегі деп айтайыншы программада. Солынған полностью не беріледі, түсініктеме. Өйткені бүкіл модельдеу сабақтары осы операциядағы инструменттер арқылы өтеді. Регланжин сызу, изгиб деп жазып тұрады ғой, сондай шпилканы қалай қоямыз, соның барлығы көрсетіледі. Костюмда бачок сызбалар, әйелдерде, ерлерде костюм сызған кезде бачок сызбалар қалай болады, бұл көрсетіледі. Тақия простой, абай тақиясы, юбканы сызу, юбканы модельдеу, тіке юбка. Техникалық сызба деген жаңағыдегі бір кез келген киімнің сызбасын сызып, соны суретін бояу. Қалай жасаймыз, сол көрсетіледі. Тұтас костюм жағы, рубашка сызу, оверсайз градация и қорытынды сабақ. 25 модельдеу сабаққа міне осылар кіреді. Одан кейін мынау Instagram жүргізу. Жалпы айтқанда осындай 4 модуль сияқты ғой. Мастер-классты, курсты сату үшін парақшаны дайындау. Айттым ғой, жаңа бірінші парақшаны дайындап аламыз деп, ең бірінші. Сіздің шапкаңыздан бастап, ары қарай не сатамыз, не қоямыз, не жазу керек, сізде сатып тұру үшін парақшада шапканың өзіне не жазып тұру керек. Полностью жеке-жеке талдау болады. Сторис салу форматтары мысалы мен инстада фото, видео түсіру, менің үй жағдайындағы фотосессиям, музыкадағы битпен жұмыс. Музыка қойып тұрады, сол жерге каждый музыкада әдемі эстетикалық видео жасаймыз ғой, соны қалай жасаймыз көрсетіледі. Одан бөлек сторителлинг, сюжетный линия, инфоповод. Мына жерде ендеше мен кішкене Инстаграмның тілімен сөйлеп жатқан болуы мүмкін, бірақ сабақтың ішіне келген кезде толық түсінікті болады. Лайфстайл негізгі сторис фишкалары. 30 күнге рилста идея. Біз мынау 7 күнге полностью тақырыптары беріледі, мысалдарымен беріледі, осындай видео түсіріп саласың деген. Сол мысалдарды бізге тексертесіздер, біз тексеріп береміз, сосын Инстаграмға саласыздар, барлығымыз сіздерді қолдаймыз, одан ары қарай жұмысы жүре береді. Ол жерде біздің 7 күн сабақ біткеннен кейін идея тоқтап қалады, ары қарай қалай жүргізем деген. Сондай тоқтап қалмас үшін 30 күнге идея беріліп қойған. Соған қарап күнделікті ары қарай Инстаграмды жүргізе бересіздер. Таргетті қосу. Қалай таргет қосамыз? Инстаграмда продвижение арқылы сол көрсетіледі. Клиент қабылдау жолы, ютубқа видео жүктеу, телеграм канал ашу, тіркеу жолы, жаңа мен сияқты қалай нөлден бастап тіркеп шығамыз, ол көрсетіледі. Мастер-класс, курс өту жолы. Байқасаңыздар, менің бүкіл видеоларым ютубқа жүктелінеді, соны қалай жүктейміз ютубқа. И қалай жібереміз оны телеграм каналға. Оны бәрі көре алатындай қылып қалай істеп қоямыз. Көре алмайтындай қылып қалай істеп қоямыз. Барлығы үйретіледі сабақтан. Сосын сату сабақтары. Мынау енді қосымша сабақ ретінде беріп жатыр қой біз. Мына сабақтарды ше Инстаграм жүргізуді, бірақ маңызды сабақтарда. Өйткені сіз электронды лекаланы үйреніп алғаннан кейін Инстаграм жүргізе алмай тұрсаңыз, сата алмайсыздар. 100% айтамын. Сол үшін мынау қосылған сабақтар. Маған сұрап келеді да, тек қана мынау лекала сызған үйретсең болды деп ше. Ал сіз өзіңіз салып жүрсіз, например, осы уақытқа дейін мастер-класты шығарып сата беруге болатын еді ғой. Ал сіз сата алмағаннан кейін электронды лекала үйреніп алсам, күшті сатамын деген ой келіп тұр да. На самом деле оның да фишкалары бар сататын. Сол фишкалар осы жерде айтылады. Мен қалай күшті сатып жатқан фишкалар. Вроде мен сторисіме қарап, мынау бүйтіп сатып жатыр деп ойлайсың да, оның астында мен оны не үшін салып жатқанын түсінбесең, сенде продажа болмайды. Сату сабақтары. Сататын рилсті қалай саламыз? Сататын рилсті монтаждау жолы, продажаның 9 этабы, сату жолы, әр айға жоспар құру, МК шығару бойынша, тігін саласында біліміңді жүйелеу арқылы масштабқа шығу, күнде пассив табыс әкелетін жүйе. Осы мынау сату сабақтары 7 күнге құралған,
жеті күнде бір тапсырмадан беріліп отырады. Бүгін былай деп сатасың, бүгін былай деп сатасың, бүгін былай сатасың деп. Сол бойынша сатып отырасыздар және клиент қабылдайсыздар. Алғашқы клиенттеріңізді. Дәл осы техника өздеріңізге қалады и ары қарай дальше сол техниканы пайдаланып кетесіздер. Мына жақта уже полностью масштабқа шығу сабақтар жаңа мен айтқан. Сол сабақтар беріледі. Мына жерде уже продажаның 9 этабы дегенде полностью айтылып кеткен да, бүйтесің, сосын бүйтесің деген сияқты. А мына жақта уже сенде ары қарай жүйе қалыптасып, күнделікті жүйемен жүру үшін не істеу керек? Мына жақта 3 сабақ соған арналған. Енді электронды лекала сызу курсының 3 түрлі тарифі бар. Негізі екеуі, мынау менторлық дегенде осы айда қосып жатырмын. База сызу тарифі, бұл жерде кері байланыс жоқ. База сызбаларын үйренесіздер. Бағана көрсетілді ғой база сызбалары. Сол база сызбалары Инстаграмды жүргізуді көресіздер, 3 Zoom сабаққа қатыса аласыздар. Мына жерде модельдеу сабағында 4 Zoom сабақ, одан бөлек бірінші танысу эфирі болады, сосын қоштасу, выпускной эфир болады. Бұдан бөлек. Ал сабақтың барысында осындай 4 Zoom сабақ болады. Әр 10 күн сайын ғой. Модельдеу тарифі, база сызбалары, Инстаграм жүргізу, 25 модельдеу сабағы, сату сабақтары барлығы кіреді. Инста жүргізу челленджі бар. Жаңа мен айттым ғой, челленджі болады, қыздар жарысады деп ше. Вот сондай Инстаграм жүргізу және сату челленджі бар. Осындай 2 түрлі челлендж бар бізде. Жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар болады ол жерде. Сосын 4 Zoom сабақ, куратордан кері байланыс. Куратор обязательно сіздерге кері байланыс жасап отырады. Ал мына жерде менторлық деп алдым. Менторлықта тура осы толық сабақтар кіреді. 3 ай бірге жұмыс жасаймыз. Аптасына бір Zoom жеке эфир болады, жеке өзіңізбен. Инстаграмға полный талдау жасап, жеке жұмыс жасаймыз. 10 мастер-класс шығара аламын 3 айда деген кісілер ғана келсін. Мен айттым, аптасына біреу шығарсаңыздар, 1 айда 4 шығаруға болады, 2 айда 8 шығаруға болады, бірақ біз бұл жерде 3 айда 10 деп алып тұрмыз. 2 мастер-классты қысқартып, себебі сенде той болып қалуы мүмкін, баламды дайындаймын деген сияқты сондай болып қалуы мүмкін да. Толық сатылым жүйесін бірге жасаймыз. Бүкіл табыс өзіңізге түседі, өзіңіз қадағалап отырасыз. Таргетке мен қалай жіберіп жатырмын, күнделікті маған табыс тұру үшін плюс, иә. Соны мен сіздерге қосып беремін өзінен, и күнделікті бюджетті өзіңіз төлеп отырасыздар. Какой-то сумманы айтып қоямын, сол сумманы саласыз, ары қарай күнделікті продажадан жіберіп отырамыз. Бұған 3 адам аламын менторлыққа. Міндетті түрде 10 мастер-класс шығара аламын деген адамды аламын. Шығара алмаймын деген адам келмейді. Бұл жерде мастер-класс шығарудың артықшылығы, мен лекаланы сызып беремін. Полный лекаланы мен сызам, видео сабағын ол кісі түсіреді. Ол жерде біз текст түрінде жазу болмайды, міндетті түрде видео сабақ болу керек. Потому что менің аудиториям, менің барлық мастер-классымда видео бар екенін біледі. Сол себепті мен сондай мастер-класстарды күшті сатамын. Из-за этого видео сабағын ол кісі түсіру керек. Сосын бұл 3 айда ол мендегі жүйені полностью көреді да көзбен. Ары қарай сол жүйені алып кетеді. Сондай 3 адаммен жұмыс жасап көремін деген ниетте отырмын. Бағалары, база сызу тарифі 100 000 теңге, модельдеу тарифі 200 000 теңге, менторлық 500 000 теңге. Ал енді бүгін тек қана менің сабағыма осы жерге келіп отырғандарыңыз үшін, база сызу тарифі 60 000 теңге, модельдеу тарифін 115 000 теңгеге ала аласыздар. Рассрочкамен алатын болсаңыздар 140 000 теңге болады, потому что рассрочка процентін ұстап қалады. Менторлықты 400 000 теңгеге ала аласыздар. Бүгін 24 сағатта осы жеңілдікпен ала аласыздар. Так, мен жүрейін. Мына. Тіркелу үшін менің өзімнің жеке WhatsApp номеріме жазыңыздар. Жеке WhatsApp номерім ал 8747 290 95 48. Қазір бізде 24 айға бөліп төлеу ашылды. Бүгін ертең 24 айға бөліп төлей аласыздар. Сондықтан жекеге жазып 24 айға бөліп алсаңыздар болады. Мынау қараңыздар, 140 000 теңгені 24 айға бөліңіздер. Қанша шығады? 24 айға бөліп төлей аласыздар. 60 000 теңге тек қана база сызу тарифін аламын десеңіздер, 60 000 теңгеге ала аласыздар. Кері байланыс жоқ бірақ. Ал менторлыққа келем дейтін кісілер болса, 400 000 теңге жеңілдікпен ала алады. Так, еще қыздар, жеңілдікпен тек 24 сағатта ғана тіркелуге болады. Сабақ 27-сіне басталады. 24 сағатта толық оплата жасаған қыздарға, рассрочка болсын, наличка болсын, 24 сағаттың ішінде оплата толық жасаған қыздарға 50 киім тігу сабағы бонусқа беріледі, және Инстаграмна толық разбор жасап беремін. Полностью курс басталмай тұрып разбор жасап беремін.
курс басталмай тұрып уже инстаграмыңызды жүргізіп тастайсыз. Бір күн ерте бастасаңыз да бір күн жаңағы оқырманыңыз больше келе береді. Сосын бір айда лекала сатып 300.000 теңге табу схемасын сол кісіге арнап жүйелеп жасап беремін. Егер 24 сағатта толық оплата жасайтын болса, дәл мына бағаны сақтап қаламын дейтін болсаңыздар, 5.000 теңгемен бронь жасап қойсаңыздар болады. Маған жекеге жазып, қалғанын 27-сіне дейін толықтырып берсеңіздер болады. Мына 115.000 теңге ғой, иә? Толықтырып берсеңіздер болады. 60.000 теңгеге тіркелдіңіз ба, оны да толықтырып берсеңіз болады. 400.000 теңге ма, оны да 27-сіне дейін толықтырып берсеңіздер болады. Қазір 5.000 теңгемен бронь жасап. Мынау модельдеу тарифіне тек қана 20 адам деп отырмыз. Потому что біз каждыймен жеке жұмыс жасауымыз керек. Каждыйның сұрақтарына жауап беруіміз керек. Базасы тарифінде кері байланыс жоқ, поэтому оған шексіз. Ал модельдеу тарифінде 20 адам, менторлыққа 3 адам деп отырмыз. Модельдеу тарифінде уже 3 адам тіркеліп қойды. Сондықтан 20 орынға үлгеріңіздер. Курсқа қатысты сұрақтарыңыз болса, давайте енді қойыңыздар. Кімде қандай сұрақ бар? Бағасын жазасыз ба? Балалар шулап кетті, аяқ жағын көре алмай қалайын деп тұрмын дейді. Все, жаздым бағасын. Я плюс дейді. Сұрақ бар ма, қыздар? Давайте, қандай сұрақтарыңыз бар, сұраңыздар. Қанша уақыт өтті бізде? 10 минут уақыт қалдырайық та. Сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар, сұрақтарыңызға толық жауап беремін. Егер курсқа қатысты жоқ, мына жерде мен қысыламын, жеке сұрағым келеді десеңіздер, жеке сұрасаңыздар болады. Немесе менімен жеке разбор алсаңыздар болады. Мен осындай тігінді енді үйреніп жүрмін, немесе тігіп жүрмін, Инстаграм осындай, көріп беріңізші, лекаланы осы мастер-классқа тіркелгім келіп тұр, алсам болады ма деген сияқты сұрасаңыздар болады. Сабақты көре алмағандар үшін, видеоны қайталап көремін дегендер үшін тек 24 сағатқа қазір біз видеоны сақтаймыз. 24 сағатқа доступ беремін. Мына видео сақталғаннан кейін YouTube каналға тіркеп қоямыз. YouTube каналдан көріп, маған сосын кері байланысқа шықсаңыздар болады. Мына сабақты қайталап көремін, что-то кейбір жерін түсінбедім десеңіздер де, YouTube-қа қазір сілтемесін жібергеннен кейін қайталап көрсеңіздер болады. Сабаққа қатысты кез келген сұрақтарыңыз болса, маған мына нөмірге жазыңыздар. Мынау немесе қазір YouTube-тың астына тоже сілтеме қойып қоямын, сол YouTube-тың астына жазсаңыздар болады. Ал чатта отырған қыздарға чатқа арнайы сілтеме жіберіледі. Сол жердегі сілтемені басып, жекеге жазсаңыздар болады маған. Так, еще жаңа дегендей, мен осыны үйренгім келіп тұр, менде бірақ сұрақтарым бар, әлі де десеңіздер, жеке разбор деп жазыңыздар. Жеке разбор видео звонок арқылы болады, потому что мен сіздің түріңізді көруім керек, инстаграмыңызды көрсететін болсаңыз, инстаграмыңызды ашып қарауым керек. И көріп, сізге болады, болмайды, айтып беремін полностью. Маған андай не да, ақша табу үшін емес, шынымен жасаймын, нәтиже шығарам, результат шығарам деген адамдар келген қойым. Потому что сондай кісілер келсе, мынандай результаттар шығарады, мынандай продажалар жасайды, от души рахаттан жүріп жұмыс жасайды. И олар ақшасын ақтап алып кетеді. 115.000 теңге деген, ойлаңыздар, қанша мастер-класс шығарған кезде ол жақта болады. Сен мықты продажа жасасаң, бірақ мастер-класста ақтап аласың. Егер сіз мынандайда 45 күннің ішінде мастер-класс шығарса, мен қыздарымды өзімнің сторисінде реклама жасап беремін. Мысалға, Ләззат ханым шығарып жатыр, иә, көрдіңіздер, бүгін сториске салып, оны реклама жасап бердім. Тура солай сіздердің де шығарған мастер-класстарымды өзімнің парақшамда реклама жасап беремін. Тағы да сұрақтарыңыз болса, онда эфирді жалғастырамыз. Сұрақ болмаса, қыздар аяқтайық. Келесі көретіндер үшін де полностью ұзақ болмасын деп жатырмын. Курсқа қатысты сұрақтарыңызды жекеге шығыңыздар.